Екінші өткен диалогта аты аталған өлкелік партия комитетінің жабдықтау халық комиссары болып Нығмет Сырғабековтің келуімен аудан аралап жүріп бір үйге барғаны, Бауыржан Баукеңнің сол үйдегі шырқап жылаған жас сәбиді қолына көтеремін деп өзі де сүзекпен ауру жұқтырып ауруханаға түсіп 2 ай ауырғаны, соның кесірінен өзі де милиция қызметінен шығарылып қалғаны жайында қысқа баяндалған еді. Ары қарай осы оқиға жалғасып, аудандық партия комитетінің екінші секретары болып Бағов деген кісі сайланып, онымен танысып және сәлемдесу қызмет мәселесі бойынша екінші секретарға барады. Ол кісінің дұрыс сөйлеспегенін, онымен танысып, осыдан кейін Баукеңнің басына өткен, өзіне де өзгеге де сабақ болған басқа пәле тілден деген қазақ мақалының шын мәнісін ұқтырған оқиға болатын. Нақтырақ айтсақ, бір сәтте Бауыржан комсомолдан да, кәсіподақтан да шығарылып, екі бірдей билеттен қалай айырылғанын және оны Сырғабековтың қолдауымен кері қарай қайтарып алып, оқуға қызметке орналасқаны жайында қысқа баяндалған еді. Үшінші, Баукеңнің күнделік жазу дағдысы қалай, не себепті болғанын қызың. Автор: сіз соғыста күнделік жаздыңыз ба? Оны қалай жаздыңыз? Бауыржан: соғыста 37 дәптер күнделігім бар. Мен оларды қар жапалақтап, жаңбыры құйып тұрғанда, окопта отырып жорыққа бара жатып жаздым. Мен саған айттым ғой, қоршауда 5 рет қалдым деп. Сол кезде аяғым дірілдеп, қолым қалтырап, өз сөздеріммен жолдастарымның жай-күйін қағаз бетіне түсіре бердім. Күнделік жазуымның ең басты себебі, мен қоршаудан шыққанымда қоршауды быт-шыт етіп тарата бастады. Соған ерегісіп, мен осыдан кейінгі бүкіл жайтты қағаз бетіне түсіре бердім. Дәл осылай 3-4 бет күнделік жазғанымда, күнделік жазу маған әскери міндетімнің бір бөлшегіне айналды. Дәл осы 3 дәптер күнделігімді жоғалтқанымда, мен туысқан 3 бауырымнан айырылғандай күй кештім. 1962 жылы генерал Панфилов жайында арнаулы кітап жазбақ болып, архивтерді араладым. Осы ниетімді айтып, Подолскідегі генерал-майор Дударевке кірдім. Ол менімен танысып біліскеннен кейін: полковник жолдас, мен сізге бір қызық көрсетейін деді. Сәл уақыттан кейін 3 дәптерді құшақтап әкелді де: міне, осылармен танысыңыз деді. Мен қолыма алып ашып жіберсем, Тәңір-ау, өзімнің жазған дәптерлерім. Мен олардың әрқайсысымен жылап отырып көріскендей болдым. Одан кейін автор: сіз қандай адамдарды қадірлейсіз, қандай адамдарды жек көресіз деген сұрақ қояды. Бауыржан: ардақты ананы қадірлеймін, бар азаматты ардақтаймын, талабы бар жасты құрметтеймін, ал маңға сынған ағаны ұнатпаймын. Бауке, осы сөзіңіз Құдай іске, сіз данышпансыз деп өтіріп көзге көлгірсейтін ініні жек көремін. Шын дос сыртыңнан мақтайды, сайқалғана бетіңе кеп қылмыңдайды. Әйелдің сайқалы бірді ғана арбайды, әдебиет сайқалының мыңға зиян тиеді. Түсінікті ме саған? Автор: қазақ әдебиетіндегі жазушылардың әскери тақырыпта жазылған туындыларына пікіріңіз қандай? Бауыржан: ол туралы айтсам бәріңде өкпелеп қаларсыңдар. Әскери тақырыпты біздің көпшілік жазушыларымыз түсіне бермейді. Түсіне бермейтіні тәжірибе, білімі жетпейді. Ал әскери өмір күрделі, оның үстіне құбылмалы өмір. Терең сырын түсіну үшін түсіну оңай емес. Адамның үйдегі психологиясы бір басқа, әскердегі психологиясы мүлде өзгеше болады. Біз сөз басында екінші диалогта не баяндалады деген сұрақпен ретімен қысқа шолу жасап бастаған болатынбыз. Сөзімді әрі жалғастырамыз. 5-ші Баукеңнің арнаулы білімінің болмаса да, экономист болып 1 жыл қызмет істедім. Әке-шешем ілімдей болып қамқорлық жасады деп Шымкент өнеркәсіп банкінің қызметкері Мафей Тарантьевич Дубовиктің себебі, қалай экономист мамандығын игеріп, жақсы жалақы алып, оны ауылдағы әкесіне апарып, қарт жекесінің әже баласы болып өскен Баукең әкесін Жәке дейтін болған. Мерейім бір асырып тастаған жылы лебізбен әкесіне деген сағынышпен жеткізе баяндап береді. Бұдан кейін 1932 жылы ноябрьде военкоматқа шақырылып, әскери қызметті термезде өтегені, қызыл әскер болып тапсырма орындап, үздік қызыл әскер қатарына ілінгені Николай Рединге деген құрметін Әзілхан Нұршайықов Бауыржан Момышұлының 1972 жылы шыққан «Занами Москва» кітабының ең соңғы беттеріндегі әңгімені дерек қылдырып келтіреді. Николай Рединнің жас қызыл әскер Момышұлының қалай үйреткені, оны қалай мергендікке баулығаны баяндалады. Дивизияны тексеруге Буднийдің орынбасары Когосов келгенде, Бауыржан 3 минуттың ішінде 32 оқ атып, оның 22-сінің нысанға тигізгені және оның шапшаңдығы мен мергендігіне генерал ұстаз бен шәкіртке алғысын айтады.
осыдан кейін 10 жыл уақыт өткеннен кейін ұстаз бен шәкірт ұлы отан соғысында кездеседі. Ол кезде Бауыржан Момышұлы дивизия командирі, ал Николай Васильевич Шредин ол сол дивизияға қарасты танкте қарсы қолданылатын артиллерия дивизионында взвод командирі. Бауыржан алғашқы ұстазының өзінің қарамағында қызмет ететінін білмейді. Тек бір ұрыста Редин есімді артиллерист 5 танкты жойғанын естіп, ол кісімен жолыққысы келеді. Жолыққан кезде ол өзінің алғашқы ұстазы Николай Васильевич Рединнің дәл өзі болып шығады. Осындай бір ұрыстарда Николай Васильевич Редин ауыр жарақаттардан кейін Бауыржанның көз алдында қаза болады.